Сәлеметсіздер ме оқушылар? Суретті әдебиет каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге атақты ұлы Абай Құнанбаев атамыздың «Ғылым таппай мақтанба» атты өлеңін талқылайық. Ал енді балалар, өлеңге келейік. Ғылым таппай мақтанба. Бұл жерде ғылым дегеніміз білім. Білімді болмасаң мақтанба дейді. Орын таппай баптанба. Бұл жерде орын дегеніміз сол алған білімді жұмсайтын орын. Құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге деген бекерден бекер ойнап күліп жүре берме дейді. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз деген, егер жақсы бол адам болғың келсе, 5 түрлі нәрсеге асығып тұр дейді. 5 түрлі нәрседен алыс жүр дейді. Тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз деген, егер босқа ойнап күлме дегенге келіспей, оған бола уайымдасаңыз, ол дұрыс емес. Себебі алдыңда үлкен өмірің тұр. Бұл оқу білім сол өміріңе керек болады дейді. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпаның білсеңіз. Бұл жерде 5 дұшпанды 5 саусақпен мысал етіп көрсетсек, сол қолымыздың саусағымызбен көрсетейік. Бас бармағымызда өсек туралы айтайық. Өсек айту өте жаман қылық. Ол әдетке айналып, өсекші болып кетулеріңіз мүмкін. Ал сұқ саусағымызда өтірік туралы айтайық. Өтірік айтқан баланы өтірікші дейді. Бір рет өтірік айтсаң, екінші рет сенің сөзіңе ешкімде сенбейтін болады. Ортаңғы саусағымызда мақтаншақ туралы айтайық. Мақтаншақ баланы көбісі ұнатпайды. Мысалы, әкесі iPhone әперсе, оны достарына бермей, өзі мақтанып көрсе, ол мақтаншақ. Ал енді аты жоқ саусағымызда еріншек туралы айтайық. Еріншектің ертеңі бітпес деген мақал бар. Еріншек бала түк жасамай, бөлмесінде жинамай, күнде ертең жасаймын деп жүре береді. Енді соңғы шынашақ саусағымызда бекер мал шашпақ дегеніміз ата-анасынан ақша алып, оны ретсіз, есепсіз жұмсай беру. Компьютер алып, кешке дейін ойын ойнау. Талап, еңбек терең ой, қанағат, рахым ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз. Бұл жерде 5 асыл іс дегеніміз жақсы істер. 5 асыл істі 5 саусақпен, яғни оң қолымыздың саусағымен көрсетсек, бас бармағымызда талап туралы айтайық. Бұл жерде кішкентай балақай талаптанып, әріп үйреніп жатыр. Талаптыға нұр жауар деген әдемі мақалды білетін шығарсыздар. Енді келесі сұқ саусағымызда еңбек туралы айтсақ, бұл жерде балақай шашылған жерді сүртіп, еңбек етіп жатыр. Еңбек еткен бала шымыр болады. Ортан саусағымызда терең ой туралы айтайық. Бұл жерде балақай кітап оқып, терең ойға шомылып отыр. Кітап оқыған бала ақылды болады. Енді аты жоқ саусағымызда қанағат туралы айтатын болсақ, суретте бар нәрсеге қанағат етіп, 3 тал шарға қуанып тұрған қыз баланы көреміз. Қанағат қарын тойғызар деген мақал бар. Келесі шынашақ саусағымызда рахым туралы айтатын болсақ, суретте құстарға қамқорлық көрсетіп, ұя жасап беріп жатқан қыз баланы көреміз. Яғни қамқорлық пен рахым бірдей мағына береді. Ал оқушылар, Абай атамыздың өлеңі сіздерге түсінікті болды ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.